Орал өңірі мемлекеттік ақпараттық саясатты насихаттауға жете мән беретін басылым. Сол себепті Қазақстан Республикасы президентінің үкіметтің тапсырмаларының облыста орындалу барысы, жергілікті атқарушы билік тарапынан алынып жатқан іс-шаралар туралы кеңінен жазылады. Сондай-ақ өңір тұрғындары өздерін толғандырған түрлі мәселелерге байланысты өтініш айтып редакцияға хабарласады. Біз дейтін енді облыс әкіміне айтқымыз келіп тұрғаны, мына осы жолды бізге өңдеп, дұрыстап, тегістеп, кішкене хотя бы тротуар салып берсе, сол жақсы болар еді. Осы облыс өңірі газеті арқылы осы шаруаны біз жеткіміз келіп тұр сізге. Қалайда осы шаруаны бізге қолға алып қарастырып берсеңіз жақсы болар еді бізге деген. Ел жұрттың өтініш тілектеріне редакцияның бей-жай қарамай, ол түйткілдердің уақытылы шешімін табуына атсалысуы Орал өңірінің ақпараттық кеңістіктегі беделінің артуына, оқырмандар санының артуына ықпал етті. Биылғы жыл басынан бастап газетте 8 арнайы бет жаңаша сипатта жарық көруде. Орал өңірі көп газеттің бірі емес. Бұл ата газет, баба газет деуге болады. Жасы ғасырдан да асып кеткен, біздің аталарымыздың көзіндей болып қалған бір тәбәрік дүниеміз. Өзінің уақытының айнасы сияқты, тынысы сияқты. 17 жылдан бергі архивтердің қоржынын қопарып қарасаң, сол әр заманның тынысы сол газеттің тігінділерінен көрініп тұрады. Сол сияқты бүгінгі заманның тынысын бүгінгі Орал өңірі беріп отыр. Тарих бетінен өңіріміздегі тарихи оқиғалар, елім деп еңіреп өткен ерлер туралы жан-жақты деректер беріледі. Агробизнес бетінде ауыл шаруашылығы саласының бүгінгі ахуалы, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асуы, оның игілігін көріп отырған шаруалар мен қарапайым жандар туралы баяндалады. Басты байлық бетінен денсаулыққа қатысты көптеген сұрақтардың жауабын таба аласыздар. Әлеумет бетінде тұрғындарды жұмыспен қамту, оларды кәсіп ашуына көмек беру, табыс кірісі аз отбасыларды мемлекеттің қолдауымен түрлі жеңілдіктер туралы ақпараттар беріледі. Заң және біз беті оқырмандардың құқықтық сауаттылығын арттыруды көздейді. Мен осы газеттің қоғамдық редактор ретінде, әрі заңды тәжірибеде қолданып жүрген кәсіби маман ретінде, облыс тұрғындарын осы облыс көлемінде құқықтық заңдық мәселеге қатысты жаңалықтармен, қызықты деректермен, материалдармен ғана бөліспеймін. Сонымен қатар облыс тұрғындарының қарапайым құқықтық сипаттағы сұрақтарына заңгерлік көмегімді беріп, жауап беруге де мүмкіндік алып отырмын. Айнам көз беті ұлттық құндылықтарға негізделген қыз бала тәрбиесін, ісмерлікті іскерлікке ұластырған қыз келіншектерді насихаттайды. Мәдениет беті өңіріміздегі музейлер мен басқа мәдени нысандар, ондағы жауһарлар жөнінде сыр шертеді. Үзіліс бетінде білім саласының бүгінгі тыныс-тіршілігі, педагог, ата-ана, оқушы жайында кеңірек сөз болады. Педагог ретінде мұғалімдер қауымының ағарту жүйесі қалай жүріп жатыр, қандай жерде, қандай мектептер, қандай табыстар, жаңалықтар бар деген сияқты балдарға тәрбие қатынасты мәселелерді мен жиі осы Орал өңірінен оқып тұрамын. Орал өңірі газетін оқу арқылы сіз облыс көлеміндегі жаңалықтардан хабардар боласыз. Репортаж, сараптамалық, сыни мақалаларды да басылым беттерінен кездестіресіз. Өз кәсібіңізді ашып, қоғамның түрлі саласында жетістікке жетуге мүмкіндік беретін мемлекеттік бағдарламалар жайы да баяндалады. Газетке жазылу оқырмандарға ыңғайлы негізде жүргізілуде және есікке дейін жеткізу ұйымдастырылған. Бұл туралы жайықпресс.kz сайтынан біле аласыздар.